Сәлем менің сүйікті, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздердің назарларыңызға Жүсіп Злиха хрестоматиясының керуенбасы бөлімін ұсынамын. Бұрын Мәлік сапарға шыққанда ажалға аттанғанда күйде болатын. Ел жұртымен бақұлдасып шығатын. Себебі сахараның құмы мен тақыр даласын кезіп өткенде өлім шіркін тау желкеде төніп тұратын. Саудагерлер ол жолды ажал өткелі деп атайды. Оны кесіп өту екінің бірінің қолынан келмейтін. Керуенге елдегі ең мықты құдықшыны, жұлдызға қарап жол таба білетін білгірді қымбат пұлға жалдайтын. Сәл қателік бүкіл керуенді ажалдың апанына апарып құлатуы мүмкін еді. Одан қалса жол торитын қарақшылар тағы бар. Жүсіп керуенбасы болғалы ауа райы қараса кетті. Әшейінде түк көрсетпей түтеп тұратын құмды боран тым-тырыс бола қалды. Жол торыған ұрының керуен тонауға жүректері дауаламады. Жүсіп бастаған керуен оларға мұздай қаруланған әскердей көрінді. Күннің аптап ыстығы да сезілмеді. Мамық бұлттар көктен жетектеп керуенге көлеңке түсіріп тұрды. Қырдан салқын самал есті. Бір күні көзге әдемі бір шаһар ілінді. Адасып кетпедік пе? Бұл сағым емес пе? Деп жұрт абыржыды. Жүсіп оларға: от жағып алаудың бергі жағынан бақылаңдар. Сағым болса оттан қала көрінбейді, шаһар болса анық білінеді, деді. Айтқандай отынды үйді де лап еткізіп жақта қала бар болып шықты. Енді алаңдамай ілгеріледі. Бұл үндінің ірі шаһарының бірі екен. Бұл жақтың халқы момын болғанымен надандығы басым еді. Соның кесірінен тозығы жеткен мағынасыз әдет-ғұрыптар көп болған. Олар Тәңірді дұрыс тани алмай пұттарға, яғни қолдан жасалған құдайларға шоқынған. Олар керуенді қарсы алғанда Жүсіпті көріп таң қалды. Себебі Жүсіп бетіндегі пердесін сәл түсіріп, дидарын сәл ғана көрсетті. Соның өзінде елдің патшасынан бастап бетін сығып, қанын жалап отырған тақыр кедейге шейін Жүсіптің жамалына тамсанып көз алмай тұрды да қалды. Олар Жүсіпке тамсанып: «Уа, дидары ай мен күн, жамалыңның құлы болайық», деп табынды. Мүсіншілер түрін сомдап, суретшілер бейнесін салып, өнершілер өлең шығарып, Жүсіпті демде пұт жасап, яғни құдай жасап алды. Қала көшелерінде жаңа пұтқа табынып шоқынған қараңғы халықтың жаңа легі пайда болды. Жүсіп мына надандықты көріп жағасын ұстады. Ол халықты алаңға жинап: «Мына надандықты доғарыңдар, мен құдай емеспін, құдайдың қарабет құлымын, мені жаратқан ием Жаппар, бұл жаһанды түзеткен кәрім саттар, бұл сөзге нанбағандар қылар қаһар», деді. Алланың сипаты мен көркем есімдерін айтып насихат етті. Ғайыптағы Алланы мақтап, оның пәктігін, ілімін үйретті. Жүсіптің тілінен тамған шырынды хикмет надан жұрттың құлыптаулы қалған ділін ашты. Өмірінде мұндай насихат естімеген байқұстар аузын ашып көзін жұмды. Көңілдері қаптаған надандықтың пердесі түрілді. Санаға сәуле түсіп, көңілдегі хикмет бұлағын ашуға ынтық болды. Осылайша үнділер үшін жаңа низам, жаңа дәуір басталды. Байырғы жабайы жахил ғұрыптарынан арылып, шаһардың мәдени тіршілігі түлеп шыға келді. Кезінде тастан қисапсыз пұт жасап тастаған, яғни құдай жасап тастаған Жүсіп сол тастардың бәрін сындыртып, майдалап жолға түзеттірді. Қаладағы жолдар
топырақ еді. нөсер жаңбыр жауса балшық боп езіліп жататын. Ірі тастардан жетім жесірлерге үй салып берді. Одан артылған көпір мен бөген құрылысына пайдаланды. Осылайша үнді жұрты қараңғылықтан құтылып, мәдениетті елге айналды. Мәлік керуен қозғалатын кез келді деп ескертті. Мұндағы жұрттың алғысы мен батасын алған Жүсіп керуенді бастап жолға қайта аттанды. Қылыш ханның баяны. Құдыс шаһарының ханы бір күні түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Сайын даланың төсін қақ жарып арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты бір баһадүр керуен бастап келе жатты. Өзінен айбаты 6 күн ілгері жүреді екен. Ол бұған қадала қарап, әй Құдайдың назары түскен бақытты жан, бізді құрметпен қарсы ал. Патшалығыңда Тәңірдің құты мен ырысы жаусын деп ғайып болады. Қылыш хан бұл ғажайып түсінен айыға алмай 3 күн 3 түн дегенде дел сал күй кешіп жүреді. 4-ші күні есін жинап 10 000 әскерімен керуенді қарсы алуға сап түсіп жолға шығады. Мәлік бұрын да Құдысқа сауда жасаған еді, бірақ мынандай оқиғаны бірінші рет көруі. Жер қайысқан қалың қол сауда керуенінің қарсы алдында келіп тоқтады. Мәлік мұны көріп шошып кетті. Жүсіп қана сасқан жоқ. Нығыз пішінмен әскерге назар салып тұрды да Қылыш хан, керуенбасы кім деп саңқ ете қалды. Мәлік қорқып кетті. Сөйлеуге шамасы келмей тілі күрмеліп, керуенбасы, мына бозбала деп міңгірледі. Керуеннің қожасы кім деп сұраса, не айтамын деп қалшылдап кетті. Абырой болғанда Жүсіп сөз алды. Ол, бізді күтіп ал деп саған аян берген Жаппар хақ, деді айбарлы үнмен. Қылыш хан атынан секіріп түсіп, кеудесіне қолын қойып, басын иіп тағзым етті. Әскері не болғанын түсінбей қалды. Барлық батыр нояндар жаппа-тармағай аттан түсіп, Жүсіпке тәжім ете бастады. Мәлік бұл кереметке таң қалды. Қылыш хан өзі бастап керуенді Құдысқа алып кірді. Қылыш хан, әй бекзат, асыл зат, біздің әмір Марғуаннан насихат айт, деді. Әй патша, сөзіме құлақ сал, мейірім шапағат та күндей бол. Күн мейірім шуағын адамзатқа теңдей шашады. Жаман да, жәутік те күн нұрының астында тіршілік етіп жүр. Күн мейірім шуағын адамзатқа теңдей шашады. Жаман да, жәутік те күн нұрының астында тіршілігін кешіп жүр. Ал кісінің айыбын жапқанда түндей бол. Баукеспе де ұрлыққа түнде аттанады. Сонда да түн оны ұстап бермейді. Тазалықта таудан аққан судай бол. Ақын су 3 аунаса адал болады деген аққан судың арамы болмайды. Ашу мен ыза қысқанда өліп қалған мәйіттей бол. Табытта жатқан мәйітті тіріменен дауылсқанын қашан көрдің? Ал тақуалықта топырақтай кішіпей бол. Топыраққа жақсылап назар сал. Күллі мақұлық қалдығы мен зәрін қара жерге тоқтаусыз төгіп жатыр. Топырақ олардан кек алудың орнына құнарлы тамақ пен дәмді сусындар шығарып береді. Ал төзім мен сабырда толқыған теңіздей бол. Дауыл мен жел қанша шайқаса да теңіз өз шұғырынан міз бақпай тұра береді. Ең соңға айтарым мынау: өмірде қалай барсың, солай көрініп жүр. Қалай көрінсең, солай болуға тырыс. Адамның ең жақсысы қиянатсыз ақ пейіл, ал ең зиянкесі ол тайғақ мінезді екі тіл. Екі сөйлеген адам екі бетті болып өледі. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдыра кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.